Сәлеметсіздер, каналыма қош келдіңіздер. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге чайный бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керегі осындай ыдысымызға сгущенка және де бір жұмыртқа және де бір ас қасық ас содасын салып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды салып, тағы да қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолымызға жабысатындай болу керек. Көп ұнның қажеті жоқ. Тап осы видеодағыдай болу керек. Осындай мінекей қамыр шықты. Енді осы қамырымызды 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан алып шықтық. Енді осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және де осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды ұзынша етіп созамыз. Енді осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Және де қызып тұрған майымызға осы бауырсақтарымызды баяу отта пісіріп алатын боламыз. Отымыздың асты баяу болу керек, себебі қатты болып кетсе, іші піспей қалуы мүмкін. Мінекей біздің чайный бауырсақтарымыз осылай болып шықты. Енді осының үстіне 2 ас қасық сгущенкамызды алып қалдық. Енді осылай құйып шығамыз және де жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді оның үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, тағы да біркелкі етіп араластырамыз. Өздеріңіз қалауларыңызша себулеріңізге болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді, сондай жұп-жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға рахмет.